қазақтың елі үшін, қазақтың жері үшін, қазақтың тілі үшін, қазақтың болашағы мен ертеңі үшін алаңдап үн қатқан Жансұлу қарындасымызды мына сайқал саясат ұлтаралық алауыздық туғызды деген өтірік желеумен жала жауып, Қазақстанның ертеңгі болашағы болатын қарындағы баласына қарамай 2 жылға қамап жатыр ағайындар. Бұл дегеніміз Қазақстанда сөз бостандығының жоқтығы, Жансұлу қызымыздың сөз бостандығы тежелді деген сөз ағайындар. Кезінде ана қостанайлық Никита деген қатын бүкіл солтүстік Ресейдікі, біз Ресейге қосылуымыз керек деп үндеу жасағанда, мына сайқал саясат ештеңе істей алмаған болатын. Бұл дегеніміз біздің билік әлі күнге дейін Ресейдің ықпалынан шыға алмай, орыстан үрейленіп ұйықтап, сол орыстың ойлағанымен оянып жатыр деген сөз ағайындар. Өз баласын өзекке теуіп, кісі баласы кісінесе де кісендей алмайтын мына жүгенсіз жүйеден жеркенем мен. Шынымен жеркенем ағайындар. Бүкіл қазақ елі жеркеніп отыр деп ойлаймын. Қайырлы күн, қадірменді қоғам, қайырлы күн қазақ елі. Бүгін 1986 көтерілісі күрескерлері Жансұлу қызымыздың Тақымбаева қоғам қорғау жолында желтоқсандықтардың бас көтеріп жатқан жария етеміз. Бүгінгі күнде шындыққа келетін болсақ, Жансұлудың бір ауыз сөзіне ілігетін, тіпті оны жазалайтын заңда дұрыс емес, қате. Ол Жансұлудың айтылған сөзінде мүлдем мемлекеттік немесе ұлтаралық ешқандай қатынас тұратын сөз жоқ. Егер шындыққа келетін болсақ, онда Жансұлуды осылай жазалап жатса, біз мемлекетіміздің жоғарғы биліктерінен бастайық. Сонымен қатар Ресейдің президенті Путиннен бастайық. Соттауды, жазалауды. Неге? Өйткені Путиннің өзінің барлық интернет желілерінде, ақпарат жүйелерінде айтылған ашықтан ашық сөзі бар. Қазақ халқына тиетін, қазақ халқының намысын таптаған, қазақтың границасы болмаған, қазақтың тарихы болмаған, қазақтың жері болмаған деген әңгімелері нағыз қазақ халқын бұл аяққа таптау, қазаққа қорлау, мінекей нағыз саяси, ұлтаралық қатынастыру тудырушы нағыз халық жауы, тек қана қазақ халқына емес, Ресейдің халқының жауы. Себебі бүткіл орыс халқына бір ел бастарының өзі соншама халық қатынастарын бұзғызып отыр. Онда Путиннан сотты, Путиннан бастайды. Және біздің мемлекетімізде қаншама өзге өкілдері дейміз ба, этностар, қаншама қазақ халқына, қазақ жеріне тиесілі көп дүниені балағаттап та жүр, боқтап боралап та жүр. Сонда біз олардың бәріне кешірім беріле береді екен де, аяғы ауыр, кеше ғана мінекей түрмеде босанып отыр. Тіпті ондай да заң бар. Босанған әйелді ана бала жаңағы не дейді, неден шыққанша 3-4 жасқа дейін оны баланы тіпті кәмелетке толғанша адамды жазалауға құқысы жоқ. А біздің мемлекет не істеп отыр? Қарғадай қыздан, қарғадай анадан баласымен қосып дүниеге жаңа келген. Жазалап отыр. Бір какой-то Ресейге бір ауыз сөз жақпай қалғаны. Шындығында да қазақ елінің кезінде осы бір ғасыр дейміз ба, 100 жыл бұрынғы уақыты шынымен де берілді. Кезінде қазақтың жері Астраханның, Түменнің, Омскің, Орынборың бәрі де 100 жылға кепілдікке жалға берілген. Бүгінгі күнде заңды түрде автоматты ол қайтуы керек. Ал бұл жерде онан да Жансұлудан да зор айтқан адамдар болды. Бірақ осы Жансұлуға именно қадалып қалғаны, бұл тағы да қазақ халқын қорқытамыз деді. Тағы да қазақ халқын аяғына таптап отыр. Өйткені екі қабаттығына, мені босанайын деп отқандығына қарамастан қазақтың қызын апарып қамап тастады. Сөйтіп қазақты қорқытамыз деп ойлады. Жоқ. Қазақ ешқашан қорққан емес, қорықпайды да. Құдайдан ғана қорқады қазақ. Қазақ халқы сабырлықпен, қой ертең жақсы болар, қой мүмкін ертең түсініп қалар деген үмітпен мемлекет басшыларына, басқаларға бас көтермей, дауыс көтермей, особенно желтоқсан көтерілістері сабырлықпен ұстанып кетіп, бұдан әрі сабырлықпен ұстанбаймыз. Бұдан әрі халықтың сөзін тыңдамаған билікті біз тыңдамаймыз. Халықтың құқын қорғамаған
придуманный, өздеріне жағымды заңды өздеріне байланысты. Біз қазақтың ата заңымен, ата баба заңымен, қазақтың ұлттық, рухани, тарихи дәстүрмен, заңымен ғана жүретін халықпыз. Сондықтан желтоқсан көтерілісі күрескерлерінің атынан айтатынымыз, біз тек қазақ заңына бағынамыз. Біз қазақпыз, біз қазақтың заңына бағынамыз. Қазақ елінің тәуелсіздігінің көк байрағын көтерген желтоқсандықтар бүгінгі күнде жансыз тағдырына жай қарап қалмаймыз. Осыған дейін талай дүниені кешіріп келдік. Жөнделер, мүмкін халыққа көңілім бұратын болар мемлекеттің жүйесіндегілерді. Бірақ біз оны бүгін көріп отқан жоқпыз. Міне желтоқсан көтерілісіне келесі жылы 40 жылдан бері бірде-бір желтоқсаншының әлеуметтік жағдайда өзгерген емес. Осы отырған желтоқсан көбісі пәтерсіз, үйсіз, жерсіз, кешегі өзіміз қорғаған қазақтың жерінде желтоқсандықтардың да жері жоқ. Осына биліктің бізді қорғағаны, қорлағаннан басқа біз қолдау көріп жатқан жоқпыз. Сондықтан бұдан әрі ол Жансұлу сияқты біздің ұрпағымыз, ертеңіміз, келешегіміз, немере шөберелеріміздің құқығын бүгінде біз қорғаймыз. Бізді тыңдамаған, бізді естімеген билікті бізде естімейміз. Ол заңға бізде бағынбаймыз. Біз де өз заңымызбен барлық осы болашақ ұрпақтың барлық заңдығын орнына қойдырып, ата заңымызбен жұмыс істейтін болып, онда бұл биліктің кетуін талап етеміз. Тіпті Тоқаевынан бастап кетсін. Потому что халықты ойлаған президент емес. Ал енді келіп соқтаңдар желтоқсанды. Қолдаймыз.